Ал жеті атаға келсек, жеті атаның өз атауы бар. Төменнен жоғары қарай бала, әке, ата, баба, арғы ата, түп ата, тек ата. Ал жоғарыдан төмен қарай әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат, жекжат, жұрағат, қаймана осылай кете береді. Қазақ жеті атаға толысқаннан кейін құдандалы болуға, қыз алысуға болады дейді. Бірақ мұның да өз жөн жоралғысы бар. Жеті атаға толыстық, жеке ел болыстық деп жар салып, куәлікке жеті елдің үлкен белді адамдарын шақырып, құдайыға боз бие сойып, оның қанына қолдарын малып, арамыз алыстамасын, туыстық бауырластығымыз жалғаса берсін деп баталасады. Сосын барып, ала жіп кесіліп, ұраны мен таңбасы белгіленеді. Осылай ендігі жерде құдалыққа жол ашық делінеді. Алайда көбіне қазақ құдандалы болғаннан көрі туыстықты артық санаған, және 12 ата асса да қыз алыспай туыспыз деп бауырластықты құрметтеген. Жалпы қазақ жеті атаға толмай тұрып, құдандалы болу, ерлі зайыпты болуды қылмыс деп санап, тұқым бұзушылық, қан аздырушылық деп қатаң жазаға тартқан. Оған мысал қалқама мамыр мен еңлік кебек. Қорыта айтқанда, жеті аталық дәстүр дегеніміз туыстық қатынастың ұзақ уақыт өмір сүруі мен бірлігін бұзбауға, тұқымды пәк сақтауға жасалған ереже заң.